Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен кезекті кураторлық сағатқа жиналып отырмыз. Оның тақырыбы жалпы сіздердің колледжге, жалпы осы оқу орнына бейімделуге арналған шағын тренингіміз, соған байланысты тренинг өткіземіз. Бейімделу және топтағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған икемді дағдыларды дамыту. Эпиграфына назар аударыңыздар. Абай Құнанбайұлының осындай бір керемет сөзі бар. Ортаға біліміңмен емес, мінезіңмен сиясың. Сіздер келісесіздер ме осыған? Сіздерде қандай білімдеріңіз мол болса да, қандай жоғарғы білім айтқан сөзімен толығымен келісеміз. Біз ортаға мінезбен сиямыз. Солай ма? Сол бүгін мінезімізді, өзіміздің эмоцияларымызды қалай басқара алатынымыз, жалпы біз жаңа ортаға қалай сіңдік, соған байланысты тренингтарға амандасу жаттығуы. Бұл жерде не істейміз? Әркім есімін әртүрлі интонацияға салып айтады. Бір-біріңдігін қайталамау қажет. Мен бастаймын. Сосын ары қарай Хамзар жалғастырады, Бірақ орындарыңыздан тұрып айтсаңыздар жақсы болады, Менің есімім Айгерім. Хамзар, сіз жалғастырыңыз. Менің есімім Жамбулат Хамзар. Жақсы. Менің есімім Жамбулбек Арыс. Менің есімім Еркеназ. Жақсы. Назар аударамыз. Енді бұл танысу жаттығу. Жаңа есіміңізді айттық қой бәріміз. Енді сіздің есіміңіз не білдіреді? Оның мағынасы қандай, Менің есімім Әсет, ол араб тілінен аударғанда Арыстан дегенді білдіреді. Сіздің есіміңіз не білдіреді? Қандай мағынасы бар? Еркеназ, ерке әрі назды болсын деп қойған. Ерке әрі назды болсын деп. Сайды, Ирина, қандай да тиіс саяқтар жасайма, әлде жаңа кендема не жасаса да, сіз соны толығымен қарап тұрып қайтарасыз. Жақсы ма? Аталған бұл жаттығудан, бұл тренингтан адамдар бір-бірін қайталау арқылы, яғни қандай қарым-қатынас дамиды деп ойлайсыздар? Көңіл күй сыйлады, сосын Бір-бірін достығы көбейеді. достық көбейетінің негізгі, бұл жаттығудың негізгі мақсаты енді біз кішкене сенситивтік жаттығу, сол үшін бір-бірімізбен жақын танысу үшін, немесе бір-біріміздің физиологиялық кішкене прикосновение, сенситивті дейді ғой, сондай бір-бірімізге қол түйістіру үшін, басқа да бір іс-қимылдар үшін жасалатын. Одан қандай әсер алдыңыздар? Шапшаңдық. Шапшаңдық, одан басқа, жалпы қарым-қатынасқа байланысты. Эмоция. Эмоция. Жақсы, жылы эмоция, сыйлық жаттығуы. Міне қараңыздар, қастарыңызда отырған студентке, мысалы, сол жақтарыңызда, әркімнің сол жақта отырған студентке. Елестетесіздер, сіздер арнайы сыйлықпен келдіңіздер, мысалы, арнайы сыйлықпен келдіңіз. Соны сол жағыңызда адамға сыйлық табыстайсыз, бірақ оның ішінде не екенін қызылмен тұрып дауыстап айтпайсыз. Оның не екенін сіз тек қана соны сөзді қолданбай көрсетуіңіз керек, ал сыйлық алу үшін оның не екенін табу керек. Олай болатын болса, біз мына жақтан бастаймыз. Әркім өзі сол жағында, сіз өзіңіз сол жағында, Жақсы, олай болатын болса, қалай ойлайсыздар? Бұл жаттығу не үшін жасалды? Үнсіздікпен бір-біріңді тану. Үнсіздікпен бе, әлде сөзсіз бір-бірімізді? Іс-қимылмен адамдарды Сөзсіз байланыс болу. Сөзсіз өзіміздің эмоциямызбен, тек қана әрекетпен бір-бірімізді не істеу? Түсіну. Жақсы түсінеміз бір-бірімізді? Осы бір айдың ішінде жақсы түсінетін жағдайға жеттік па? Келесі тапсырма ол үйде болады. Сіздер WhatsApp арқылы мен сіздерге тапсырма жіберемін. WhatsApp желісі арқылы. Сол тапсырманы орындап келесіздер де суббота күні маған соны айтып шығасыздар. Жақсы, келесі кездескенше.